Сізге өтініш. Сіз сауалды маған жасап отырсыз ба? Қосымша айтып жатырмын. Соңғы 5 жылда 194 ауыл жабылды. Бұл үрдіс әлі жалғасуда. Ал бүгінге қалғаны 6147 ауыл. 1342 ауылдарда ауыз су жоқ. Ауыз су, жол, электр, жылу, медицина, интернет мәселелері әлі де шешім таппай отыр. Өткен жылы қалаға 118 мың адам көшіп келген. Ал биылғы жылы қалаға 160 мың адам көшуі мүмкін деген болжам бар. Бұл шығынды кем дегенде 2,7 триллион теңгеге ұлғайтады. Осы мәселеге Ержан Жақанұлы сізге өтініш. Бізді бір қолдаңызшы. Төраға ретінде сізге өтініш. Сіз сауалды маған жасап отырсыз ба? Қосымша айтып жатырмын. Қосымша айтып Бүгін ауылға салынған инвестиция ертең бюджеттің шығынын үнемдейді. Ауылдағы бір жұмыс орны 3 азаматтың қалаға көшуін тоқтатады. Сондықтан ауылды сақтап, оған жағдай жасау, экономикалықта, ұлттық қауіпсіздікте, мемлекеттің абыройы үшін де ең дұрыс шешім болар еді.